Ассалаумағалейкум жігітім. Сені еркек ретінде әлсіз қылатын 6 жаман әдетіңді білгің келе ме? Қазір соны талқылайтын боламыз. Нөмір 1, бұл социальный сеттерде өте көп уақыт бойы отыру. Социальный сеттер сенің тек қана уақытыңды ғана кетіре берсе жақсы ғой. Бірақ сен егерде кез келген бір социальный сетке кіретін болсаң, Instagram болсын, мейлі ол TikTok болсын, сен байқайсың. То, что ол жақта сенің қоршаған ортаңда жоқ, сен онымен никогда кездеспейтін қыздарды көре бастайсың. И сенің дофаминді жүйең бұдан өте зақымдала бастайды. Социальный сеттер сенің бұл өмірдегі ең басты құндылығыңды алып кетеді. Яғни сенің назарыңды. Олар буквально сол үшін жасалған, чтобы сенің барынша сенің назарыңды бір жерге ғана алып кетіп, сағаттар бойы сен отыра беру үшін. Бір қарасаң, вроде 5 минут қана отырған сияқтысың, ал бірақ қарасаң уже сол арада 30 минут өтіп кетеді. Сөйтіп сен өзінің қанша уақытта отырып кеткенді байқамайда қаласың. Ал уақыт ол сенің ең құнды активің болып саналады. Сондықтан да қазіргі жастарды телефоннан шығару өте қиын. Өйткені социальный сеттерден сен өте көп дофамин мөлшерін аласың. Ал когда соншама дофамин миға келіп ұрған кезде, сен өзіңде сондай бақытты сезінесің. И сонда сұрақ туындайды, не керек вообще маған, не үшін маған тренировкаға барып қажет, немесе не үшін маған вообще бұл өмірде қандай да бір жетістікке жетіп керек деген сұрақ туындайды. Нөмір 2 жаман әдетіміз ол компьютерный ойындарды ойнау. Мен білемін. Қазір біреулер маған айтуы мүмкін. Бірақ Нұржан, компьютерный ойындар сенің ойлау қабілеті мен логикаңды дамытады ғой. Кетші. Олар еще сені креативный қылады. Кетші. Компьютерный ойындарды ойнағың келетін бір ғана себебі, ол сен өзінің өмірін өте скучный болғандықтан сен анау виртуалды әлемге басымен кіргің келіп тұрады. Негізінен бірақ қарап тұрсан, ана қандай да бір ойындағы жетістікке жетіп, о жақтан уровеньға көтерілу негізі бізді қатты қызықтырмайды. Ал біздің негізі нағыз қызықтыратын нәрсеміз ол әйелдер арасында қаламды болу, еркектер арасында сыйлы болу, бүкіл әлемді жаулағысы келетін доминантный авторитет ретінде көріну. Бұл біздің табиғи еркектік қалауымыз болып саналады. Ал компьютерный ойындар сол сенің қалауларыңмен манипулировать ету арқылы сені осы ойынға кіргізіп алады. Неге? Өйткені компьютерный ойындар арқылы бұл жаңағы атап өткен жетістіктерге жету өте оңай. Сағаттар бойы, апталар бойы, жылдар бойы сен ол ойынды ойнағандықтан, саған бұл ойыннан шығу өте қиын бола бастайды. Себебі сен қанша уақыт бойы оған инвестировать еттің ғой. Бірақ мен саған бір нәрсені айтайын. Сен ол ойында легенда болғанмен, шын өмірде сен лашок боласың. Потому что сен барынша ойында мықты болсан, сен соғұрлым шын өмірде мешок боласың ғой. И бұл екі понятие әрдайым былай кері пропорционал жүреді. Потому что сен егерде шын өмірде мықты болсаң, онда сен ойында өте әлсіз боласың. Нөмір 3 жаман әдетіміз, я тебе отвечаю, если в момент точно сырада жетіп жүрсің. Ол дегеніміз өте аз сағат ұйықтау. Кейбіреулердің айтуы мүмкінсіздер, жарайды, ұйқы деген ол негізі сама собой болатын нәрсе емес пе? Бірақ мен сендерге айтайын. Негізі, осы сендердің күшті качаться жүргендерінен, осы сендердің керемет тамақ ішіп жүргендерінен түкте толку болмай қалады, егер де сендер жақсы ұйықтамасаңдар. Мен сендерге өте қиын бір сұрақ қояйын бала кезде. Адам болғансы қанша сағат ұйықтау керек? Қанша деп ойлайсыңдар? Біреулердің айтасыңдар 8 сағат деп. Дұрыс, 8 сағат ұйықтау керек. Бірақ бұл жерде мен сендерге айтайын, ұйқы сапасы деген термин бар. Ұйқы сапасы. Яғни сағат 12-ден кейін сенің ұйқының сапасы өте нашар болады. Неге? Себебі адамдарда өзіне бір қандай да бір биологиялық время дейді ғой, биологический часы бар. И сол часы болса, сағат 10-нан 12-ге дейінгі аралықта сенің биологиялық сағаттарын орналасқан
соның арқасында сен ұйқың өте сапалы болады. Яғни сағат 10-нан 12-ге дейінгі аралықта 2 сағат ұйықтасаң да, ол ұйқы 4 сағат ұйықтаған ұйқымен тең болады, 2 есе сапалы болады. Сондықтан да егер де саған жұмысқа сағат 6-да бару керек болса, онда сен сағат 10-да ұйықтап қалсан, тоқатері 10-нан 12-ге 4 сағат, арқарда тағы 6 сағат, барлығын қосқанда 10 сағат ұйықтап шыққан адаммен бірге тең боласың. Барлығын қорытындылай келе, былай деп айтуға болады. Сен жақсы ұйықтап тұру үшін ұйықтау керексің бүгін, ал ұйқыдан тұру керексің ертең. Түсінікті ме? Сені әлсіз қылатын нөмір 4-ші жаман әдет, ол өте жаман диета. Сендерге қант пен фастфудтың қаншалықты зиян екенін түсіндірудің қажеті жоқ деп санаймын, себебі оны барлық адамдар өздері-ақ жақсы біледі. Ал бірақ фастфуд пен қанттардың барлығы быстро усвоимый углевод түріне жатады. Яғни ондайлардың ең керемет бір қасиеті, олар тез қорытылады да, қарында жыр ретінде сақталып тұрады. Сөйтіп, олар сені семіз қылады. Ал мына қант болса, ол тек қана сені семіз қылса жарайды ғой. Бірақ ол еще сенің бетіне неше түрлі барлық нандай приштардың барлығын шығарып, сені сүйкімсіз қылады еще. Негіз адамдардың барлығы қанттың қаншалықты зиян екендігін біледі. Бірақ олар именно осы қандай продуктыларда қант бар екенін біле бермейді. Мысал ретінде сендердің күнделікті ішіп жүрген газированный напитоктарын Кока-Коланы алайық. Ешкім біле бермейді, что әрбір 100 грамм Кока-Колада 11 грамм қант бар екенін. Ал егер де оны 2 литр Кока-Коламен санайтын болсақ, ол целый 220 грамм қантқа айналады. 220 грамм дегеніміз, ол егер мынандай кішкентай кубик қанттар бар ғой, солардың барлығын егер де пирамида жасайтын болса, бұл пирамида целый Кока-Коланың жарты бөлігіне тең болады. 2 литр Кока-Кола бутылкасының жартысын алатындай қант мөлшері болып саналады. Ал адамға ішу керек негізі 50 грамм ғана қант дозволено. Күнделікті норма ретінде 50 грамм ғана қант болып саналады. Ал 220 деген 4 есе одан көп болып саналады. Сонда ойлап көріңдерші, қалайша сендер организмға қатты зияндық келтіріп жатқандарында. Сондықтан да жігіттер, егер де сендер өздерінің не жейтіндеріңді қолға алып контролировать ете алсаңдар, онда сендер нағыз дисциплинаны ең бірінші бастамасын успешно өтіп тұрған адамсыңдар ғой. Себебі өзінің не жейтінін қолға ала алатын адам бұл өмірде барлық нәрсені контролировать ете алады. Сендерді еркек ретінде әлсіз қылатын ең соңғы жаман әдет, ол өте қатты эмоционалды болу. Яғни эмоцияларыңды ұстамай, жылағың келсе қыз сияқты жылай салу деген сияқты әңгіме ғой. Сендер жастайынан мектепте байқаған шығарсыңдар, сендер мұғалімдердің барлығы әйел адамдар сендерге наверняка айтқан шығар, то что өз эмоцияларыңды ұстамаңдар, әлсіз болудың ешқандай жамандығы жоқ. Кетчей. Шыны керек, өз эмоцияларыңды ұстауда өте қатты көмектеседі ол медитация. Егер де сендер табиғатқа шығып бір керемет тып-тыныш жерде өздеріңді терең демалып, өздеріңді сырттай бақылап оған оценка бере алсаңдар, сендер өздерінің эмоцияларыңды өте жақсы түсіне аласыңдар. Себебі егер де сендер қандай да бір керемет бір жетістікке жеткілерің келсе, онда өз эмоцияларыңды контролировать ете алу өте керекті, міндетті қабілет болып саналады. Себебі эмоциялар сендерге әрдайым миларына келіп тұрады. Олар саған келіп айтады: ей, бүгін анау мені ренжітті, менің көңіл-күйім онша емес болып тұр. Бүгін вообще тренировка ұрмай қойықшы, потому что как-то мен шаршап тұрмын деген сияқты айту мүмкін. Сондай кездерде сен алып құрған эмоцияларды өшіре саласың да, дисциплинаны қосасың ғой. Сен өзің эмоцияларының құлы болып саналмағандықтан сен өзің кез келген істі бітіре аласың. Естерінде болсын, мен сендерге айтарым, корабль еш уақытта өзіне өзі бата кетпейді суға. Ол тек қана егерде су оның ішіне кіріп кетсе нетеді. Сондықтан да сендердің қоршаған орталарында не болып жатқаны қатты маңызды емес. Сен сол қоршаған орталарға қарап, қалай оған реагировать етіп, қандай эмоция беретінін өте қатты маңызды рөл ойнайды. Сондықтан да өзінің эмоцияларында контролировать ете білу өте
маңызды. Осымен бітті міне жігіттер. Егер де барлық осы аталған 5 жаман әдеттен құтылатын болсаңдар, немесе как минимум хотя бы өмірлерінде бұны азайтатын болсаңдар, онда сендердің өмірлерің керемет өзгереді. Егер де мына видеоны өзінің досына жіберетін болсан, онда сол досының өмірі керемет өзгереді. Әлемді барлығымыз бірге керемет жаққа өзгертуге үлесімізді қосайық. Мына видеоға лайк қойып, каналға подписка жасап, әдеттегідей сенімділіктеріңді әрдайым өз жандарында ұстай жүріңдер. Давайте.